Саламатсыздар ма? Құрметті 11 сынып бітірушілер, яғни осы жылдың абитуриенттері. Сіздерге мен Сапаров Қайрат Қанатұлы Есенов университетінде мансап және кәсіби бағдар беру орталығының басшысы Есенов университеті туралы айтқым келеді, және ондағы қазіргі таңда болып жатқан өзгерістер, және сіздер неліктен сіздер именно осы Есенов университетіне түсу керексіздер деген оймен сіздерге керемет нәрселер айтқым келеді университет туралы. Біріншіден, ол университеттің құрылымын айта кетейін, қанша факультеттер, деканаттар бар екен. Бізде 3 факультет бар. Бұл туризм және тілдер факультеті, бизнес және құқық, инжиниринг факультеті. Сонымен қатар 2 мектебіміз бар. Бұл білім мектебі және ғылым мен технологиялар мектебі. Ал енді соңғысы бұл теңіз академиясы. Теңіз академиясын енді былай өзін бөлек айтқым келеді. Бұл бірден бір керемет академия деп айтсақ болады. Бұл нәрсе тек қана КБТУ мен Есенов университетіндегі бар нәрсе. Біздің артықшылығымыз ол теңіздің, Каспий теңіздің университеттің, яғни қаланың ішінде бар болуы. Теңіздің қасына жақын болуы және барлық судоходный, яғни кемелік компаниялардың барлығысының осы қалада шоғырлануы. Сондықтан да бұл керемет нәрсе, студенттерімізге бұл жерлерге барып стажировкаларын өтуге, практикасын өтуге бірден бір мүмкіндік береді. Келесі бірден бір өзгерісті, жаңадан жасалып жатқан өзгеріс, сондай бір үлкен жастарға деген қолдау және мүмкіншілік, бұл барлық бакалавриаттар осы жылдан бастап 4 жылдықтан 3 жылдыққа қысқаратын болды. Бұл дегеніңіз, бұрындары мен өзімде бакалавриатында 4 жыл оқыған болсам, сіздер осы оқу жылынан оқуға түскеннен бастап, сіздер тек қана 3 жылдың ішінде бакалавриатты алып шығады екенсіздер. Бұл енді керемет нәрсе. Сіздер тезірек оқуды бітіріп, еңбек жолына аралассын деген оймен жасалып отыр, және де 4 жылдың ішінде сіз бір емес, 2 диплом алуларыңызға болады. 3 жылда бакалавриат және 1 жылдық магистратураны оқып, сіздер 4 жылда 2 диплом аласыздар. Сонымен қатар келесі айтқым келіп отқан нәрсе, бұл 2 дипломдық программасы. Бұл дегеніңіз, сіз 2 жыл бізде оқып, 1 жыл шетелдік университетте оқисыз. Бұның ішіне қазіргі таңда бізде Оңтүстік Кореядағы Тонмен университетімен келісімшарт жүргізіліп жатыр, және Болгариядағы Varna Free University дейтін жоғары оқу орындарымен сондай келісімдер жүргізіліп жатыр. Бұл алдағы уақытта мына осы оқу жылынан бастап болатын сондай үлкен проектлер. Ал енді тағы да сондай бір керемет жағдай, сондай керемет мүмкіндік студенттерге, бұл дуальдық білім беру жүйесі. Ол дегеніңіз, сіздер қандай да білім беру бағдарламасын, яғни мамандықты таңдайтын болсаңыздар, сіздер 60-70-80% уақытты, ол енді мамандықтың атына сәйкес, қандай мамандықтың болуына байланысты, сіздер сол 60-70-80% уақытыңызды, яғни университетте емес, сіз кәсіпорында, яғни мысалға туризм мамандығы болатын болса, қонақ үйде, тағы да сол сияқты сіздер кәсіпорында уақыт өткізесіздер. Бұл дегеніңіз, яғни сіз өзіңіздің оқуыңызды сол кәсіпорында, сол мекемеде, сол компанияда өзіңіздің оқуыңызды оқып, сол жерден менеджерлерден, қызметкерлерден дәріс алып, практикаңызды, тәжірибеңізді өтіп, сондай форматта оқуыңызды оқитын боласыздар. Сондықтан да сіздерді Есенов университетіне шақырамыз. Есенов университеті Маңғыстау өлкесіндегі Ақтау қаласындағы бірден бір университет. Университеттің тағы да бір артықшылығы, ол мына керемет өлкеде орналасқан. Сондықтан да Есенов университетінде оқуға сіздерді шақырамыз. Есенов университетіндегі жоғарыда айтылған мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Бұл мүмкіндіктердің барлығы сіздер үшін, жастар үшін жасалып отырған дүние. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.